Assalamu alaikum желі қолданушылары, қалайсыздар, амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Аллах субхана тағала береке берсін. Так, бізде ютубқа көп видео салынбай кетті, сондықтан кезекті видео салғымыз келіп отыр. Кезекті видеомыз біздің Subaru Outback автокөлігіне үстіне рейлинг дейді, рейка дейді, рейлинг әйтеуір бір нәрсе салған кезде үстіне тастап байлап кете беретіндей бір нәрсе құрастырғымыз келіп отыр. Алдымен түсініп отқан шығарсыздар, машиндерде екі рейка тұрады, екі шетінде үстіне нәрселер жүктеп байлап алуға жақсы болатын, жеткізе алмайды, рейлинг деп айтыла ма, сондай нәрсе. Алдымен автокөліктің өзіне келетін болсақ, өзінде мынандай встроенный рейкасы бар. Осы рейкаге бекітілетін нәрсе ойлауымыз керек болып тұр. Байқап отырсақтар, мынандай рейкаде осындай арасында ойылған жері бар. Ойылған жерлері бар, соған бекітетін бірдеңелер ойластыруымыз керек біз иншалла. Соған қысып, рейкамызды ұстап тұратын. Мен енді өзім ойымша бірдеңелер ойластырып қойып тұрмын. Жалпы жұмыстың барысында түсініп қаларсыздар деген ойдамын. Аллах береке берсін. Так, ол үшін бізге керегі 20 және 40 мм болатын профильді труба, қалыңдығы 2 немесе 1,8 мм. Әуелде де осындай рейкаге пайдаланған ауысқан темір еді. Жалпы система осындай угольник, үлкен болмаса, үлкен болып отса кішірейтіп кесеміз. Жалпы табылған темір жабдығы. Жаңа рейкі бұлай ұйымдастырғымыз келеді. Қысқаша түсіндіріп өтейін. Жұмыстың барысында әйтеуір не істеліп отқанына қысқаша болса да түсініп отыратындай. Жалпы рейкі болатын болса, жерге сызып көрсетейін. Жаңағы рейкіміз бұлайынан ұзыннан кеткен қосыра екі шетінде. Сол рейкіге угольник бұлай ішіне кіртпе, бұқыртай ойығы бар еді ол, неғанда. Сол ойығына угольник кіреді. Және угольник мұна, жалпы угольник 90 градус қой. Содан угольник бір бөлігі бұлай кіргенмен, екінші бөлігі көтеріледі жоғарға. Жоғарға көтеріледі. Және де бөлекше бір темір дәнекерлеп, бұлай қиғаштап дәнекерлейміз. Сосын әр жерден болткайкамен тартқан жағдайда мұна угольник жоғарға қарай тартады ғой. Сол кезде қысып қалады деген ойда бірдеңелер ұйымдастырамыз. Үлкен объемда көрсетейін. Мына рейкамыз угольник 90 градус угольник. Басына дәнекерле, ондық сымсыз дәнекерле жібереміз. Жаңа ойығының өзі сондай шеңберленген тәрізді. Сол ойығына кіреді осы домалақ. Қазір. Атырка. Сол ойығына осындай домалақ сым кіреді. Тек угольниктің өзі қысып қалмай, осы домалақ қысып қалсын деген мақсатта. Угольник бұлай шығады, рейка бұлай жатыр қосыра. Үстіндегі профиліміз. Соған теп-тегіс қылып дәнекерлемейміз, кішкене бұлай қиғаш қылып дәнекерлейміз. Осылай қиғаштау қылып дәнекерлейміз. Рейкімен угольникті болткайкамен тартқан кезде, мына жерде қиғаш қылып дәнекерлеген арасында зозор болады. Сол қысады, және осы домалақ рейкіні қысып қалады деген мақсатпен әрекет етіп көреміз. Бізге екі шетіне 2 данасы болса жеткілікті, себебі жалпы көліктегі рейкінің осындай домалақ тәріздес болып тұр. Біз 3 жерінен қоятын болсақ, ортадағы биік бар. Қойған нәрсеміз тегіс жатпайды, орталдап ойнауы мүмкін. Сондықтан да екі шетіне қоямыз. Сол кезде осының биіктігімен ортадағы шеңберленген домалақша шеңбер білінбей қалатын нәрсе жүктеген кезде. Қысқаша осындай тәсілмен жасайын деп жатырмын. Қазір осы угольникті бір 6 сантиметрден 2 бөлігін кесеміз. Және де бетіне ондық сым дәнекерлейміз. Содан 2 штук шығарамыз әзірше. Так, мына автокөліктің шаруасы. Негізі ондық сымды бұлай дәнекерлеп,
осының арасына ондық сыммен бірге салып жібереміз деген ой болып еді. Ондық сым кірген жағдайдың өзінде мына бармай тұрды. Араға шықтық үлкен болып көрінді да жалпы. Сосын ондық сым салам деп ойлаймын. Сосын ондық сым оны жоңғанның өзінде де мына бүйтіп тірек болайын деп тұрды. Ертең арасын жуып шайған кезде су өткен жақсы ғой. Сол себептен өзін қоя бергенде вариант сияқты. Азғантай астында зазор болады. Сосын өзін қоямыз, бірақ енді артықша көп шығып тұр, сондықтан да осы үрдістерден киісіп кіргеннің өзінде осылай шығып тұратындай дәрежеде ұйымдастыру керек. Енді ондық сым керек болмай қалды, жалпы ондық сыммен ұйымдастырғанда жақсы болар еді, кішкене креплениеге де айтатқа да басқасына да әсері жақсы болады. Неде болса өзін қоямыз бейбірс. Ендігі істелетін шаруа мынаның осы үрдістарынан кесеміз, бірақ әбден сындырып алып тастамаймыз да. Кесіп, ары қарай қайырылғанда қайырылатындай дәрежеде ұстатып қоямыз да. Дәнекерлеуге де оңай болады. Сонда бізде осындай форма шығады. Мынаны сірә мына жерден артығын алып тастаймыз ғой. Жаңағы көліктің жататын орнына кірген кезде кішкене бір ұзыншақ қой. Осындай ұстайды ғой, осындай ұстайды оның өзі. Бір саусақтай ұстайды. Мына араға шықтық, уже бос болып қалайын деп тұрды. Ол керек емес бізге. Сондықтан да осының ортасынан кесіп тастасақ болады. Жалпы 63 мм көгөнік қой. Соның жартысын алып тастағанда да бізге 3 см қалса, оның 1,5 см кірсе, осындай шығып тұрса да әйтеуір грубый болып тұрмайды. Сосын мына яғына переделка істейтін себебіміз уже бізде мынандай форма шығу керек қой. Былай Z-образный да, латынша. Былай, сосын бүйтіп жоғарыға қарай қиғаштап. Сол үшін мына жерінен бүйтіп кескен кезде майыстырып, қайттан алдын артын дәнекерлеп тастаймыз. Осы 4 танасын дәл сол күйге әкелгенше қалған бөлігін сосын көрсетемін иншалла. Так, жалпы жүйесі міне осындай. Мынау 45 градус, мынау 45 градус жоқ, кішкене қиғашта орналасқан, байқадыңыз ба? Бұл не үшін? Мына жерге зазор қойып жүрген себебіміз, өзін қоятын болсақ, айнаға тым жақын болып кетеді, ертең нәрсе жүктеген кезде одан анау нәрселер шеге-пеге шығып тұруы мүмкін ағашта тұрған жағдайда. Темеш үшін деп ойладық өзімізше әлде кішкене. Әдемілік үшін де мынау өзі тұратын болса едәуір жақын болып кетеді. Сондықтан уақытта бірден қойып жібереміз. Мынау пока ориентир үшін. Тек байқап ма, рейкі мен көгөніктің арасында зазор қиғаш орналасқандықтан сол үшін осы зазордың бойынан ботпайтымен тартатын болсақ, мына жақсылап қысады деген ойымыз бар. Ана бет-бет болып тұрса, тек мына көгөнікпен профильді ғана қысады, мынаны көтере алмай болады. Бізге мынаны көтеру керек. Көтеру үшін осындай зазор қалдықтық. Міне, зазор бар. Мына жерден қыссақ, мына бойы да қиғаштан тартып көтеріп деген ойымыз бар, иншалла. Жалпы жүйе сондай. Так, рейкіміздің жұмыстарын жасап жатырмыз. Әзірге бір бетін жасап алып жатырмыз. Егер барлығы ойдағыдай болатын болса, қалған бөліктерімізді істейміз. Бір бөлігі әзірге жаман емес сияқты. Бұл жерде айтып өтетін нәрсе, мына упорға андай сым емес, жалпақ орнына әдемі жататын, әрі биік беретін бір бұйым тапқан жақсы болады. Жалпы жүйесі мынандай. Мына арада
Mына жерін қазір бұйырса қыссақ, осы қысып болады деген ойымыз бар иншалла. Так, экспериментіміз жүзеге асты 90%-ға. Осындай жүйе байқауатсыздар ма? Мынау Г-образный бір бөлігі астыңғы ойыққа кіріп кетеді. Астында ойық бар ғой, сол ойыққа кіріп кетеді. Және де мынау қиғашталып дәнекерленген тік емес те, яғни тік болса мұның бетпей қатырылып қыспай қалуы мүмкін ғой астыңғы бөлігі. Сол себептен қиғаштап арасында зазор қалу үшін сол зазор болт гайканы тартқан сайын қысылады, және астыңғы бөлігін көтеріп сығады. Енді барлық бөліктерін дәл осы жүйе бойынша құрастырып өзімізше рейкі құрастырғанымыз. Аллах береке берсін, нәтижесін көрсетіп отыратын болған бұйырса. Так, автокөліктің үстіне осындай рейкілерімізді болдық. Алхамдулилля, осындай әдемі рейкі пайда болды. Жалпы дүкендегі рейкілерге қарағанда бірнеше есе мықты. Әрі бұндай дизайн жағынан да ешқандай қорқынышты жағы жоқ. Ортаңбай бояу шаш болсақ, иншаллах білінбей қалатын түрі бар. Так, мына угольник қалай жасалды деп ойлайсыздар? Кәдімгі 63-тік угольник қой. Сол бөлшек керек емес бөлшектерін кесіп тастадық. Мына 63-тік угольник. Осы 63-тік угольникті, мынау негізгі бөлігі, міне 63-тік угольниктің мына жерін ары қарай майыстырамыз да. Майыстырғанда 90 градусқа майыспаған байқаусыздар ма? Кішкене фишкі сода болып тұр ғой. Қалған бөліктері байқаусыздар ма? Қарапайым, кәдімгі көз көріп жүрген. Мына бұрыштарын осындай. Үстіне нәрсе тиегенде, ағаш тиеген кезде осыған тіреп байлап тастайсыз. Мына болмаса енді параженемен секірумен жай-жай құлап кетуі мүмкін. Мынау былай тұрды, ана рейкіде осындай бөлігі бар. Сол кезде соған келгенде осылай қиғаш түсетін. Мына жерін байқаусыздар ма? Мынау сыққан кезде мынау енді былай сығылады. Сол кезде қысып қалады иншаллах бүйтіп. Байқадыңыздар ма? Осындай жүйе. Жалпы әдемілеп істеуге адам мына жерін токарға анандай түртпішті темірлер бар ғой, соған сызық келтіріп қысқан кезде бүйтіп жақсы жабысу үшін әдемі варианттан істеуге болады. Енді мынау бір уақытта істеп тасталған рейкі еді. Бұйырса бояу шашамыз. Бояу шашпастан бұрын автокөлікке қандай күйде тұратынын түсіріп жіберейін иншаллах, сосын қайттан шешіп алып әбден жатқанына көз жеткізгеннен кейін бояуын шашып жақсылап істеп қоя беруге болады. Үстіне болттың осындай домалақша ешқандай нәрсе тірек қалмайтындай дәрежеде болт қойып жіберсеңіздер болады. Енді мына тұсқа да бір әдеміше жалпақ ана рейкінің өзінің пасоны бар, иілген. Сол иілгеніне қарай әдемілеп бір темірлермен формасын дәл өз сияқты қылып әдемі жататын қылып істеуге де болады. Енді мынау айтып отқандай ұсақ вариант. Осындай рейкін осы жерден былайынан қысып қалады. Болт гайканы тартумен сығып қысу керек деген ой бар иншаллах. Тағы біреуін істеп көрдік, қысып тұр, жаман емес сияқты жалпы. Осындай рейк. Аллах береке берсін. Так, YouTube желі қолданушылары осымен біздің рейкіміз осындай күйде шықты. Алхамдулилля. Ойдағыдай болды. Жалпы бұрын дәл осы күйде істеп көрмегенбіз. Ойдағыдай болды, байқаусыздар ма? Угольник ары қарай орнына кірген, сосын болт гайкер алқалы үстіндегі рейкі екеуі сығып тартып тастаған.
Бұл жерде арында да зазор бар. Осы зазорды отбекін тартсаңыз ыңғайлы сығады. Осындай рейканы өздеріңіздің қолдануыңызбен құрастырсаңыздар болады. Аллах береке берсін. Екіншісі бұлар енді тек көрсету үшін ғана құрған болатын. Машинада қозғалып тұр ғой. Әжем ұлттық қолданған. Аллах береке берсін. Бізбен бірге болыңыздар. Осындай жағдай барынша пайдалы контент түсіруге әрекет етеміз. Аллахтың мейірімділігімен.